Мамандықтың бәрі қадірлі, соның ішінде менің табиғатыма жақыны мұғалім мамандығы. Мен қиындығы мен қызығы мол, ең бастысы жауапкершілігі жоғары мамандықты таңдадым. Мен еңбек жолымды Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылындағы нөмір 2 орта мектептен бастадым. Бүгінгі күні бұл мектепке алаш арысы Әлихан Бөкейхановтың аты берілді. Маған жақсы мұғалім бәрінен қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген Ыбырай Алтынсарин. Бұл деген өзіндік жеке көзқарасы бар. Көп оқып, көп ізденетін, ойшыл, армандары биік, білімі жоғары, заманауи, жаңа технологияны меңгерген, баланың жанының бар құпиясын терең ұғына алатын іскер тұлға. Менің алдымдағы әрбір шәкіртім еліміздің ертеңгі болашағы, ал еліміздің болашағы осы балалардың қолында. 21 ғасыр бұл ақпараттық технология мен цифрлы сауаттылық дамыған заман. Заманауи ұстаздық қызметтің қыры мен сыры мол. Сондықтан ұстаздар өз ісінің әрбір тетігін жетік меңгерген болу керек. Жаңа заман талабына сай әлеммен бірге өзгеру мақсатымен мен де жаңа форматтағы ұстаз ретінде қалыптасып келемін. Мен өзімнің іс тәжірибемнің негізгі мәселесі етіп, оқыту барысында оқушының тілін дамытып, сөз байлығын арттыруды қолға алдым. Оның басты себебі ақпараттық технология кең етек алып, қазіргі заманда оқушылардың тіл байлығының төмендеп, сабаққа зейіні азайып, қызығушылығы кеміп, жаттанды білім алуына жол бермеу қажеттілігінен туып отыр. Махмуд Қашқаридің бастамастан бұрын мақсатыңды ойла демекші, менің мақсатым оқушылардың ой қиялын дамытуға, өз ойын еркін айтуға, сөздік қорын молайтуға, өз ойына қорытынды жасап жүйелі сөйлеуін үйлестіруге, және де оқушыларды ізденімпаздыққа, сауатты оқу мен жазуға төселдіруге баулып, тілдік сауаттылығын арттыруды көздедім. Осындай мақсат қоюыма ықпал еткен балалардың өн бойындағы қабілеттері мен ынталары десе де болады. Мен тек сол қасиеттерді одан әрі дамыту жолдарын іздестірдім. Жалпы педагогика пікірі бойынша қабілетсіз бала жоқ. Барлық баланың да бір нәрсеге қабілеті болады. Сондықтан бұл мақсаттарды жүзеге асыру үшін жасалатын жұмыстарды дұрыс талдап, 2011-2014 жылдары грамматика әлемі көркем әдебиет бағдарламасын әзірледім. Оқушылардың қазақ тіліне, әдебиетке, сөз өнеріне деген қызығушылығын ояту, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, шығармашылығын дамыту мақсатында күнделікті сабағымда жан-жақты түрлі әдістемелік баспасөз материалдарын, ғылыми әдебиеттерді пайдаланып, оқытудың қазіргі технологияларын енгізе отырып, балалармен жұмыстарды жандандырдым. Әзірлеген авторлық бағдарламамды апробациядан өткіздім. 2017-2020 жылы нәтижені тарату кезінде сыни тұрғыда ойлай алатын, шығармашыл, интеллектуалды жеке тұлға қалыптастырдым деп айта аламын. Оның дәлелі ретінде оқушым Серік Азамат Астана қаласынан Фариза қыз байқауынан бірінші орынды иеленді. Оқушым Ажихан Жұлдыз Алматы қаласында өткен Мұқағали Мақатаевтың Жырлайды жүрек байқауынан екінші орын иеленді. Мен әрқашан оқушыларымды түрлі байқауларға қатыстырып отырамын. Көркем жазу, көркем сөз, вокал, ақбота, кенгуру және ол оқушылар әрқашан жүлделі орындарды иеленіп отырды. Осындай еңбегімнің арқасында 2020 жылы мұғалімдер күні қарсаңында білім министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетовтың алғыс хатымен марапатталып, 100 000 теңгелік сертификатын алдым. 2021 жылы аудандық үздік педагог 2021 байқауына қатысып, 3-ші дәрежелі диплом иеленіп, 100 000 теңгенің сертификатын жеңіп алдым. 2022 жылы бастауыш сыныпта оқушылардың тілдік сауаттылығын дамыту жолдары тақырыбында аудандық шығармашылық есеп бердім. Шәкіртсіз ұстаз тұл демекші, алдағы уақытта жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беруде, мемлекеттік тілді дамытуға өз үлесімді қоса бермекпін. Егер әр шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе?